Атқару комитетінің төрағасы Ғани Абдиев жоспардан тыс Қызылорда облыстық жол полициясы басқармасында болып қайтты. Тілшіміз жиын басынан. Қайырлы кеш, барлықтарыңызға біріншіден құрметті жол сақшылары, жол бойында халқымыздың тыныштығын сақтап, ел алдында адал қызметтерің үшін алғыс білдіреміз. Келесідей мысал келтіргім келіп отыр, бұрын мектепте тәртіп секторы деген болатын, соны бәріміз жек көретініміз. Неге? Өйткені бұзық болсаң, тәртіп бұзсаң, рапортичкаға жазып, класс жетекшіге өткізетін, сосын мұғалім мынандай сақинасымен басымызды оятын, естеріңізде болса. Сол үшін тәртіп секторын бәріміз жек көретінбіз, ал отличниктардың тәртіп секторымен шаруасы болмайтын. Неге? Өйткені шуламайды, тәртіп бұзбайды, жөнімен жүреді. Тек сол двоечниктар мектептің артында темекі шегіп тұрып, тәртіп секторын боқтай беретінбіз. Вот сол жүйе ешқайда да кеткен жоқ, тек осы күні тәртіп секторы деп отырғанымыз ол. Полиция қызметкері рапорт деген ол протокол, мұғалімнің сақинасы деп отырғанымыз штраф. Тек сол жолдағы двоечниктер тұрып алып, полицияны боқтап тұрамыз. Былайынша простая арифметика дейді ғой, орысша айтқанда. Сен ремень тақсаң, фарын жағып жүрсең, 60-пен жүрсең, отличник болып. Сен ешкімнің шаруасы болмайды. Шыны керек, қолында рапортичкасы бар тәртіп секторы болмаса, біз сол кезде класста мал қорағы жіберетінбіз. Қазіргі таңда жол да сондай. Бір жағынан сол мектепте өзінің тәртіп секторы болғанын көтере алмайтын оқушылар болатын. Қолында власть бар, мұғалім мені қойды, мен деп талтайып, лишний раз оқушылардың мазасын алатын. Ондай адамдар да осы күні жүйеде, қызметте бар, жасыратын жоқ. Ондай қызметкерлер жалпы имиджға, полицияның имиджіне келтіретін зияны, залалы зор. Егер сипаттап отырған қызметкерді танысаңыздар, біліп отырсаңыздар кім сондай екенін, тиісті шараларын қолдансаңыздар дейміз. Осы келтірілген мысал бойынша қазір алкоголь ішіп көлік айдайтындардың саны көбейген, рөлде отырып телефоннан бас көтермейді, көлігі айдап үйренем деп көшеге шығып кететіндер бар. Солардың бәрі үлкен ДТП-ның ең алғаш себепкерлері болып табылады. Өкінішке орай әрбір 24 секунд сайын әлемде ДТП-дан бір адам қайтыс болады екен. Біреудің баласы, әкесі, шешесі, атасы. Мен осы былшылдап отырғанымда 6-7 рет 24 секунд өтіп кетті. Есептей беріңіздер. Осы әлемдік статистикада Қазақстан Республикасының төменгі жақ санатында болуы, немесе мүлдем болмауы, құрметті қызметкерлер, сіздердің қолдарыңызда және мойындарыңызда. Ел алдында адал қызмет етуге тілектеспін. Рахмет. Қазір не для эфира, былай айтып жіберейін, жігіттер жалпақ тілмен айтқанда, кім ішіп рөлға отырып, ұстап, по полной делать ету керек, кім екеніне қарамай. Тем более байдың балдары қазір наглеть етіп кеткен. Мына пьяный водитель, это преступник деген сіздерде сөз тіркесі бар, керемет, соған сүйене отырып. Бізде Айбек Мырза деген бар, 2023 жылға джиппен жүреді, 777 мал деген номер тағып. Соны любой пятница ұстап алсаңыздар болады. Гарантия мас болып жүреді. Сәттілік, рахмет. Мақсат Абдиев, Баян Қали, ПТК арнасы.